Саяқ кентінің номер 6 жалпы білім беретін мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Ғабиден Нұрсая Тұрсынбекқызы. Сабақтың тақырыбы мәңгілік жалпыадамзаттық құндылық. Сабақтың құндылықтары: ақиқат, қасиеті, тек жақсы және қажет заттарды ғана айту, басқалардан жақсылықты іздеп, кішіпейілдік, мейірімділік. Сабақтың мақсаты: оқушылардың өзін-өзі танудың адам өміріндегі мәнділігі жөніндегі ұғымдарын дамыту. Сабақтың міндеттері: оқушыларға ізгілік ұғымы туралы түсінік беру, оқушыларды ізгі істерге жетелейтін адамгершілік қасиеттерін дамытуға ықпал ету, адал, кешірімді, мейірімді, қамқоршы, ықыласты болуға тәрбиелеу. Дәйек сөз: жалпыадамзаттық құндылықтар өзін-өзі танудың негізі. Сара Алпысқызы. Өзіңе, өзгеге де құрмет дегенді қалай түсінесіздер? Өзіңіз бойыңызда қандай қасиеттер болғанын қалайсыз? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Жалпыадамзаттық құндылықтар және тұлғаның бойында өмірге келген сәтінен бастап бірге дамиды. Жасы ұлғайған сайын қоршаған ортасына сәйкес бірге қалыптасады. Олар бір-бірімен тығыз байланысты, бөлінбейтін адамның біртұтас руханилығының негізін және мәдениетін құрайды. Мына суретке назар аударсақ, жалпы осы құндылықтар өмірімізде қалай жүзеге асырылып жатқанын көруге болады. Негізгі мына ағаштың тамырын ақиқат деп алатын болсақ, жалпы әрбір зат ақиқатқа негізделеді. Оны біз сүйіспеншілікпен суаратын болсақ, біздің дұрыс әрекетіміз болып табылады. Сол дұрыс әрекетіміздің арқасында ғана біз өз жұмысымыздың жемісін көреміз. Яғни, ағашты байқасақ, жайқалып, өсіп жемісін берді. Міне, өзіміздің қолымызбен жасаған еңбегіміздің жемісін, жан тыныштығын табамыз. Осы жан тыныштығына біз қиянат жасамауға әрекет жасауымыз қажет. Міне, осының барлығы жалпыадамзаттық құндылыққа жатқызамыз. Жалпыадамзаттық құндылықтардың өзіміздің бойымыздан іздегеніміз жөн. Жалпыадамзаттық құндылықтар ол уақытқа бағынбайтын, ешқандай ортамен, қоғаммен шектелмейтін, бүкіл адамзат үшін маңызы зор құндылықтар. Дұрыс әрекет жүректен шығып, сосын сөз ретінде бейнелейтін және іс жүзінде қолданылатын құндылық. Ақиқат. Ақиқат кеңістік және уақытпен шектелмейді. Барлық ел, барлық заман, барлық адам үшін ақиқат біреу. Ақиқатқа жүгіну айтқан, істеген, көрген немесе естіген нәрсені дәл жеткізу деп саналады. Нағыз шындық ол ар-ұждан. Дүниені ұстап тұрған сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік бар жерде ғана өмір бар. Әрбір адам өмірге адал өмір сүру, адамдарға риясыз қызмет ету, салауатты өмір салтын ұстану, кез келген жағдайда сабырлық сақтап, ақыл парасатына жүгіну. Ешкімге және еш нәрсеге қиянат жасамау. Өзіңді де, өзгені де аяла. Яғни қайырымдылық жасау, аяушылық, қамқор болу, адамгершілік, мейірімділік және жанашырлы. Дұрыс әрекет. Ақиқаттан туындағанның барлығы дұрыс әрекет болып табылады. Егер біз ар-ұжданымызға сүйенсек, онда ол дұрыс әрекет болады. Бақытты адам өзге адамдардың өзі туралы не ойлайтынын уайымдайды, барлығынан жақсылық көруге тырысады, үнемі кеңпейіл және риза, үнемі жадырап, күлімсіреп жүреді. Осы сәтпен өмір сүреді. Осы өмірдің бәрі кемел еместігін біледі. Қоршаған ортаға өз үлесін қосады, үйренуді тоқтатпайды. Өз-өзіңе қиянат жасамау, сезім мүшелеріне қиянат жасамау. Жақсыны ойлаңыздар, жақсыны айтыңыздар, жақсыны тыңдаңыздар, жақсыны қараңыздар, жақсыны жасаңыздар. Сонда ғана бақытқа кенелесіздер. Адал жүр, адал тұр. Өтірік айтпа, біреуге қылдай қиянат жасама. Өтірік мақтану да қиянат. Қиянатпен елді алдап, қылмысты болғым келмейді. Ер туралы шын айтсам, шынды сыр етіп, шынықтыра айтсам деген ниет ойда. Бауыржан Момышұлы. Жалпыадамзаттық құндылықтарды жаңғыртып, өз бастауымызға қарай оралу керек. Халқымыз сан ғасырлар бойы бұл құндылықтарды игере отырып, рухани мөлдір бұлақтан сусындады. Сол рухани мөлдір бұлақтың көзіне жол табу әрқайсымыз үшін міндеттердің бірі болмақ. Мұғалім сыйы, сынық құмыра. Ертеде берекелі өлкеде ақ апатанған бір әже өмір сүріпті.
Ол кісі екі ұшына құмыра ілінген жуан таяқты мойнына асып, бұлақтан үйіне су тасиды екен. Бұл құмыралардың бірінің жанында жарықшақ бар екен. Үйге жеткенше судың жартысы тамшылаумен азайып қалады екен. Ал екінші құмыра бүтін кемшіліксіз болыпты. Қардана үйіне жеткенде 1,5 құмыра су қалады екен. Бүтін құмыра өз міндетін таза орындаған үшін қатты тәкаппарланатын көрінеді. Ал жарық құмыра болса, қатты ұялып өкінеді екен. 2 жыл өткен соң, бір күн бойындағы кемшілігіне қатты ыңғайсызданған жарық құмыра аға-апаға келіп, былай деп мұңын шағыпты. Қатты ыңғайсызданып жүрмін. Бүйірімдегі жарықшақтың кесірінен тастаған судың жартысы үйге жеткенше босқа төгіліп жатыр. Сонда қария күлімсіреп құмыраға былай депті. Сен ештеңені байқамадың ба? Сен жақтағы жолдың тұсы гүлдерге толы. Ал екінші құмыраның тұсы ешқандай гүл жоқ. Мен о баста сенің бүйіріндегі жарықты біліп, сол тарапқа гүлдің тұқымын еккен болатынмын. Және күнде мен суарғанда сен о гүлдерді суарып өтесің. 2 жыл болды, сол әдемі гүлдерді жинап үйімді сәндеп жүрмін. Егер де сенің сол жарығың болмағанда, үйімді осыншама көркейтіп, гүлдендіре алмас едім. Расында, біздің әрқайсымыздың өзімізге тән ерекшелігіміз, кемшіліктеріміз бар. Иә, басқа адамның кемшілігін, артықшылығын көре алған жан қандай мықты, қандай бақытты жан. Ертегінің мәнін қалай түсіндіңіздер? Біреудің кемшілігін айтып, мазақ ету дұрыс па? Тақырыпқа байланысты қорытынды сұрақтар. Жалпы адамгершілік құндылықтарға не жатады? Қазіргі кезде адамның бойынан қандай қасиеттер көп байқауға болады? Сен өзің жіберген қателігіңді мойындай аласың ба? Адамгершілік асыл қасиеттер жайында қандай мақал-мәтелдер, нақыл сөздер білесің? Қорытынды айтқанда, ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау – бұл мәңгілік 5 құндылық адамның ұлтына, нәсіліне, ортасына, дініне қарамайтын, уақытпен өзгермейтін құбылыс. Адамның руханияты мен мәдениетінің жиынтығы, яғни ата-әжелеріміздің даналығы. Бүгінгі таңда рухани білім әлемге ауадай қажет болып тұр. Сондықтан әр адамның ақыл-ойын жаңғыртып, санасын өзгерту керек. Сонда ғана әлем де жаңарып өзгереді. Тақырып бойынша терминдермен жұмыс. Кестені толтырыңыздар. Термин сөздер: құндылықтар, қағидалар, жалпы адамзаттық құндылықтар, материалдық құндылықтар, рухани құндылықтар. Топпен Көде шалқып жас өмір тасып жатқан шағында, кемеріне шалықтап тасып жатқан шағында, ойын ойнап ән салмай өсер бала болар ма? Көміс көрге көрмей ол кемеліне толар ма? Ай гөлек, ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, ай гөлек деп ән шырқа, кел бөбегі, кел бөбек. Ай гөлек, ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, ай гөлек деп ән шырқа, кел бөбегі, кел бөбек. Асыл сөздің ұстаса, ақын болар ұрпақпыз, өнер білім еңбекке жақын болар ұрпақпыз. Саусағы майысқан шебер болар ұрпақпыз, тұла бойы толған бір өнер болар ұрпақпыз. Ай гөлек, ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, ай гөлек деп ән шырқа, кел бөбегі, кел бөбек. Ай гөлек, ай гөлек, айдың жүзі дөңгелек, ай гөлек деп ән шырқа, кел бөбегі, кел бөбек.
назарларыңызға рахмет.